Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қазіргі таңда хитке айналып жүрген құран шамды өз қолымызбен жасап үйренетін боламыз. Тек ол құран айтпайды, светильник болып жанып тұрады. Өз қолыңызбен жасап сыйлық ретінде сыйласаңыз да өте әдемі. Ол үшін бізге қажетті заттар: шар керек, ақ салфетка керек, және ПВА клей керек, және кардон немесе қалтқыны пайдалансаңыздар болады. Мен қалтқыны пайдаланатын боламын. Және міндетті түрде ыстық клей және қара түсті материал керек болады. Ең алдымен шарымызды өзімізге керек көлемде үрлеп аламыз. Кішкене суды алып, оған ПВА клейді қосып, ПВА клейімізді жұмыс істеуге ыңғайлы етіп, сұйықтау етіп дайындап алатын боламыз. Міне осылай мен дайындап алдым. Енді шарымыздың сыртына ПВА клейімізді жағып, салфеткамызды осылай видеода көрсетілгендей етіп жабыстырып, оның сыртынан тағы да ПВА клейді тегістеп жүргізіп шығатын боламыз. Міне осылайша барлығын айналдыра тегістеп ПВА клей арқылы домалақтап 4-5 слой жүргізіп шығатын боламыз. Міне осылай барлығын айналдыра бір тегіс етіп қаптап алатын боламыз. Міне қаптап алдым. Енді осыны 4-5 сағатқа кептіруге осылайша іліп қоятын боламыз. Енді қалтқымызды алып, сіздер кардон қолдансаңыздар болады. Ұзындығын 12, енін 3 сантиметр етіп 6 штук қиып алатын боламыз. Осы 6 штукты мен қара фетрді пайдаландым. Сол бойынша қаптап шығатын боламын. Міне қаптап алдым. Сіздер басқа қара түсті затты пайдалансаңыздар болады. Енді оны ыстық клейдің көмегімен екеуден осылайша бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Міне екеуден жабыстырып 3 стойка дайындап алдық. Міне осы енді 3 стойканы бір-біріне тағы да қиғашынан орналастырып ыстық клеймен жабыстырып шығатын боламыз. Міне бір-біріне қиғашынан шамымыздың стойкасын жасап алатын боламыз. Міне өте әдемі болып шықты. Енді осындай 150 теңгелік светильникті алып, қалтқаға жабыстырып шығатын боламыз. Осылай қалтқыны домалақ қылып етіп қиып алып, астынан кнопкасын шертетін жерді қалдыратын боламыз. Міне біздің дөңгелегіміз кепті. Енді шарын тесіп алып тастаймыз. Міне осылай дөңгелек болып әдемі болып шығады. Енді бағанағы шамымызды өлшеп алып, артық жерін осылай қайшымен қиып тастайтын боламыз. Міне қиып тастадық. Енді ыстық клей арқылы ыстық клейді қалтқыға тамызып, дөңгелегімізге светильнигімізді орнататын боламыз. Және осыны стойкасына қоятын боламыз. Сол кезде бізде өте әдемі болып, өз қолымыздан осындай хит құран шамды жасап алсаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет.